Баршаңызға сәлем, құрметті менің көрермендерім. Бүгін борщ тағамын дайындаймын. Борщ тағамына 2 тауықтың аяғы, 1 капуста, 2 картошка, 1 сәбіз, 1 пияз қажет. Барлығын осылай турап дайындап аламыз. Енді қазанды отқа қойып қыздырып, үстіне қажетті майды құямыз. Енді қызып тұрған майдың үстіне жуылған тауық аяқтарын салып қуырып аламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер, және де каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Күнде жаңа видеолар салынып жатыр. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Әр отбасының тағам дайындау әдісі әртүрлі. Менің тағам дайындау әдісім сіздерге ұнап қалуы мүмкін. Көріңіздер. Етті жақсылап суы тартылғанша қуырып аламыз да, оның үстіне қажетті пиязды салып қуырып аламыз. Екі-үш минуттай қуырып аламыз. Енді осының үстіне турап дайындап алған сәбізімізді саламыз. Бұл сәбізді де 2-3 минуттай қуырып аламыз. Үстіне туралған картошканы саламыз. Бұны да 2-3 минут қуырып аламыз. Енді осының үстіне туралған капустаны салып қуырамыз. Жақсылап бір келкетіп араластырып аламыз. Осының үстіне томат саламыз. Томатын көптеу салып, қызартып пісірген борщты жақсы көреміз. Сондықтан көптеу саламын. Томатты 2-3 қасық жобасында шығады. Енді осыны жақсылап араластырып, капустаны 20 минуттай қуырып аламыз. Енді қуырылып болған капустаның үстіне 2 литр су құямыз. Осылай бір араластырып аламыз. Енді осының үстіне 2 литр суды құйып шығамыз. Біз сорпаның қою болғанын жақсы көреміз. Сондықтан суды көп құймадым. Енді бір араластырып аламыз да. Бетіне қақпағын жауып, судың қайнағанын күтемін. Міне су қайнады. Енді осыған дәміне қарай тұз саламыз. Араластырып аламыз. Оттың астын жай басып қоямыз. Енді қақпағын жауып, жай отта тағам піскенше күтеміз. Міне тағам дайын болды. Пісуіне 10 минут қалған кезде 2-3 лавр жапырағын саламыз. 10 минут өтті. Тамақ дайын болды. Ешқандай приправа, ештеңе қоспаймыз.
Осымен де тағам дәмді болып шығады. Міне тағамымыз дайын болды. Өте керемет дәмді болып шықты. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Бізге ас болсын.